Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода сіздерге «Загон для собак» фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Не хочешь рассказать, что случилось? I slipped and Я fell. поскользнулся и упал. Фильм Дэвис пен оның қызының аймаласуымен басталады. Олар рахатты қаттырақ сезіну үшін таблетка түріндегі наркотикті қабылдайды. Іш киімін шешіп аймаласуды жалғастырып жатқанда есікті анасы қағып айқайлайды. Себебі музыканың даусы қатты шығып тұр. Келесі кадрда Энджел есімді бала қолында таяқпен көшеде келе жатады. Қасындағы адамға белгі беріп, содан кейін өзі көліктің астына әдейі секіреді. Жүргізуші оның жағдайын сұрап жатқанда қасындағы досы көлікті айдап қашып кетеді. Энджел оның аяғына пышақ тығып, ол жерден қашып кетеді. Үшінші кейіпкерді күзетші сұрақтың астына алуда. Бетімнен ұрма деген сөзін тыңдамаған үшін Буч күзетшіні соққыға жығып көзін шығарады. Осы істері үшін оларды жасөспірімдерге арналған түзеу мекемесіне жібереді. Олар осы жердің директоры Сенспен танысады. Ол осы жердің ережесін айтып, блок бастығы Гудиера мырзамен таныстырады. Ол жаңадан келген балалардың іс қағазымен танысып, оларды камераға апарады. Асханада тамақ тарату кезінде Буч Бэнкс деген баламен көз атысып қалады. Қасындағы көршісі оған мән берме дейді. Бірақ ол баланың көздеген сол. Таңертең Гудиера бәрін оятады. Содан кейін олар ғимараттың ішін тазалауға кетеді. Осы уақытта Бэнкс бірнеше баламен Дэвисқа тиісіп, оның аяқ киімін тартып алады. Содан кейін Бучтың үстінен түкіріп мазақ қылады. Түнгі ұйқы кезінде олар 3 бала болып Бучты ұрып кетеді. Таңертең тұрғанда Энджел төсегін дұрыс жинамайды. Күзетші одан дұрыстап жинауын талап етеді. Гудиера Бучтың көгерген бетін көріп, оны камерада алып қалады. Қалғандары жуынып шайынуға кетіп қалады. Буч оған кімнен таяқ жегенін айтпайды, жай ғана құлап қалдым дейді. Кейін душта Бэнкс оған таяқ жегенін есіне салып ашуына тиеді. Барлығын далаға жұмыс жасауға шығарады. Олар жер қазып жатыр, ал Бэнкске экскаватормен жасауға рұқсат берген. Түскі ас уақытында Гудиера Бучты директорға апарады, бірақ ол сонда да кім ұрғанын айтпайды. Осы уақытта Бэнкс Дэвиске тиісіп, оған басқа ұнтақ ұсынады. Ол есінен ауысқан кезде Бэнкс оның бетіне түрлі суреттер салып тастайды. Ал екеуі оның заттарын ақтарады. Дэвис өз-өзіне келе алмай айқайлағанда олар ол жерден кетіп қалады. Дэвис жермен жорғалап сыртқа шығады. Оны Гудиера көріп, душқа апарып, есін жиғызады. Содан кейін камераға апарып, оны жалғыз қалдырады. Бір күні сотталғандардың жақындары түрмеге келеді. Кейбіреулері жасырып, есірткі алып келген. Дэвис, Энджел және Буч осы уақытта камерада жалғыз отырады. Босағаннан кейін демалыс кезінде Бэнкстің достары Дэвиске тиіседі. Сол кезде Буч келіп, камераның жабылғанын пайдаланып, біреуін ұрып тастайды. Бэнкстің қайда екенін біліп, қолына стакан алып, соған қарай барады. Дэвисті сыртқа қалдырып, өзі Бэнксті қарақан болғанша ұрады. Ал Дэвис болса одан өз аяқ киімін шешіп алады. Гудиер демалатын жерден таяқ жеген баланы көріп қалады, бірақ кім ұрғанын ешкім айтпайды. Сенс душтан құлап жатқан Бэнксті тауып алады. Гудиера бұның бәрін Буч істегенін білетінін айтады, бірақ ол мойындамайды. Содан кейін Буч Барригамен кездесіп, оның товарларын тартып алып, бұл жерде өзінің тәртібі орнайтынын айтады. Спортзалда ойын кезінде оларды екі топқа бөледі. Ойын кезінде өз командасынан Буч ұтылмай жалғыз қалады. Дэвис оған тигізіп құрметке ие болады. Кейін үшеуі кір жуатын бөлмеде отырады. Содан Гудиер келіп, оны директордың кабинетіне алып кетеді. Инспектор одан бұл жерден шыққасын не істейтінін сұрайды. Ол циркке жұмыс жасағысы келетінін айтады. Бучке сынақ мерзімін береді. Егер ол 2 аптада тыныш жүрсе, оны бұл жерден шығарады. Егер керісінше болса, онда бұл жерде тағы 4 жыл болады. Түскі ас кезінде қара нәсілділер есірткіні жоғалтқаны үшін Барриганың бетін кеседі. Оны Буч тартып алған еді. Жаза ретінде оларды жалаңаш шығарып қойып, камерасын ақтарады. Гудиер қызының туған күніне демалыс алғысы келеді, бірақ директор рұқсат бермейді. Келесі күні Буч қара нәсілділердің басшысына келіп, осындай жағдай тағы қайталанса жаман болатынын ескертеді. Гудиер әйелімен сөйлесіп жатыр. Ал түрмедегілер өздерінің дос қыздары жайлы әңгіме айтады. Олардың әңгімесі күзетшіге ұнамайды. Қабырғаға салынған жаман суреттерді көріп ашуланып, ол Энджелді итеріп жібереді.
ол басын трубаға соғып есін жоғалтады. Директор келіп одан не болғанын сұрайды, бірақ ол үндемейді. Содан кейін жедел жәрдем келіп Энджелді алып кетеді. Гудьер ауруханаға хабарласып Энджелдің өліп қалғанын біледі. Кейін кір жуатын бөлмеде Бэнкстің қасындағы екі бала Дэвисті ұрып зорлайды, ал Буч камерада еді. Келесі күні Дэвис одан көмек сұрайды, бірақ ол бас тартады, себебі шығуына бір апта қалды. Сол түні Дэвис күзетшіден үйіне телефон соғуын сұрайды, бірақ олар бас тартып мазасын алмас үшін оның байланысын үзіп тастайды. Дэвис камераға қайтып келеді. Келесі күні Гудьер камераны тексеріп Дэвистің өліп қалғанын біледі. Келесі кадрда Буч Бэнкстің қасындағы балаға ашулы көзбен қарап отырады. Директор келеді. Оған түрмедегілер ашаршылық жариялағанын айтады. Содан кейін олар өлді деп айқайлайды. Дэвис үшін бе әлде Энджел үшін бе түсініксіз, бәрі столды ұрып күшейе бастайды. Тек Буч сынық мұрынға ашулы көзбен қарап отырады. Содан кейін орындықпен қабырғаны ұрады. Сол кезден бастап бәрі тұрып төбелес басталып кетеді. Ал күзетшілер шығып кетеді. Жетіспегендер таяқ жейді. Бучтың мақсаты сынық мұрынды сабау. Содан кейін директор асханаға спецназ жібереді. Олар асханаға газ жіберіп, оларды сабайды. Сол кезде Макс Бучты далаға алып кетеді, бірақ өзі шықпай қалады. Буч таза ауамен демалып тұрғанда спецназ оны ішке алып кетеді. Солай фильм аяқталады. Достар, егер видео ұнаса лайк басып, каналға жазылыңыздар. Келесі видеода кездескенше.